Жылдам хабарлама тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш жаңалықтарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Әзербайжанның Галаба қаласына барды деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Ақорда ұсынған ақпаратқа сәйкес, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанның Абала қаласында саммитке қатысады. Президент ертең түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер басшылар кеңесінің саммитіне қатысады делінген Ақорда хабарламасында. Еске салсақ, бұған дейін Тоқаев 6-7 қазан күндері Әзербайжанға барып, Ильхам Алиевпен кездесетінін хабарланған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаевты Әзербайжанға президент Ильхам Алиев шақырған. Сондай-ақ Әзербайжан президенті Ильхам Алиевті қазан айында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуі мүмкін екені хабарланған болатын. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.